Бақтыбай, қаражаттан өшіріп, осы өңірде болмаса, ол жаңағы қаржысы ақша, туған жер өшер. Міне Бәтеш деген қыстауды білесіз бе? Бәтеш өшіріп келеді. Не бересің? Бәтеш өшіріп қыстау болған. Осы жайлауға, жайлауынан жаңағы ұрпақтары келді ане. Мен жазғаным мына жерде жайлауынан келген. Бұл жаңқадан тараған төртінші, үшінші ата жаңқадан тараған ұрпақтар бүгінде Бұқаржы ауданының Ақбел ауылында тұрып жатыр. Соларды мен соларды әкеліп жазып жатыр. Оратқан жайымыз бар. Енді қарас, жерде Бақтыбай қажы мен Мұса Шорман Дашқа шықты. Екеуі Бақтыбай қажы бағана қажылығына берген бағасы бізде Дашқа жазған. Ал енді Бақтыбайдың ерлігіне берген несін Мұса Шорман жазып кеткен. Енді бұл естен емес, естен сіздер білесіздер, ол замандарда негізі елді сондай мықты азаматтар болу керек та. Бір мақсатының біреудің бір сүйегіне сүйетіп Бақтыбай қажы мысалы, Баянауыл өңірінде жаңағы бір адамдар жаңағы болса, неге барып Бақтыбай мыналар жаңағы кемшілік айтады. Бақтыбай тұрады бәрі. Бүйтіп тұрғанда ол тартып жүрген. Сонда Бақтыбай тұрғанда тарта алмайды. Сабайлардың не жоқ мына жақта. Бақтыбайдың білесің, 16 жыл Баянауылды басқарған ағасы. 16 жыл біздік басқарған жоқ. Арасында рұқсат деген кездер көшенің Тұлыбек дегенді алып келген қара кесек шықтап алып кетті. Сол кісі келіп, мынау Баянауылға келіп, Қаражыға киіз үйін құрып, жаңағы елді қабылдап, уже елмен жаңағы маслихат құрап, осы жерде жаңағы енді басқарған дайындап жатқан ғой. Бұл сайын да қолынан сөз кетіп бір билік кетіп барады. Содан не Бақтыбай қажы барып, өзі процесті келіп тұр ғой. Оны барғанда жаңағы көшенің түбіне барып, жаңағы жармасып, сен ел басқаратын сенсіз бар, яғни келіп алып тұртек болып қабылдаған ғой. Адамдар қабылдап отыр ғой. Бақтыбай қажы сосын тұрып айтты да, менің бәленше деген жұртым жоғалып кеткен, қара кесек жақта. Как раз өзің басқарасыз жақта. Сол бір үй қайтып берген ой ақсы қалсыз, соны түрлі түспеп берді маған. Уақытым сізді орыс тілмаш алып кеткен кезде бірақ бастан ғой. Сөйтсе өзі қазаққа сын екен жаңағы. Қазақтың қызын тілмаш орыс тілмаш алып кетті деген. Орыс қазақ қой да тілмашта. Просто орыс арасы жүрген нәрсе ғой. Сол не болған екен. Соны жаңағы Бақтыбай қажы әрмен қарай қанжарын тіреп жаңағы Тұрлыбекке. Қанжарын тіреп жаңағы сен балды қайтарып бермесең, мен сені басқарып сатып мен деп тұр ғой. Сол тентектен көрсеттің ғой. Сонда жаңағы қорқып мен жақ бармайды. Бақтыбайдан оқып кетіп қалдым да. Сөйтіп Бақтыбай Тұрлыбек кетпеген қайтаран Мұса мырза баян болып болған. Сондықтан Мұсаның берген бағасы бұл Бақтыбай есектен емес иттен деп айтқан себебі осы. Сақлақ билерін айтады екен Мұса мырзаға. Мұса ана Бақтыбай тиіп қойшы деп тұр ғой. Сонда осыны еске салады екен басында. Қайсыларың сол кезде осы Бақтыбай сияқты ерлік жасай алдыңдар деп тұр ғой. Сонда Бақтыбайдың өзі мықтылығы осы. Енді ол кісінің жаңағы осы өңірде туды ғой не, осы жерде несі зираты. Мына зират негізі Игібай мен Бұғыбайға салған зираты. енді қарап отырсыз, мына Салман кіріп шықты, міне қараңыздар. Мына бар Салман. Мынау не болды? Мынау қалай қараңыздар. Мынау неге жөніп кетті? Ол сапасы салған. Ол кедейді салған ғой. Мынау неге тұр? Бұл дәулеттің несі бар да? Дәулеттің бір байлықтың несі бар мысалы. Құранның составында байлық. Оны екінің бірі пара-пар адам сала алмайды. Сондықтан Бақтыбайлар өз баласына жаңағы жылқының қылымен қымыз араластырып, жаңағы сол кездегі бір сол замандағы байлардың жасайтын технологиясын пайдаланған ғой. Сөйтіп жалған. Сол Бақтыбайға бұл жерге ұсақ көжеге қаншама зират салды ма? Бәрі желмен жексен болды қараңыздар. Енді Бақтыбай қажы Бұғыбай мен Игібай деген балаларға салды ғой зиратты. Кейін Бақтыбай қажы енді жайлауында емес, қыстауында қайтыс болды жерде. Қайтыс болғанда айтқан екен негізі. Қайтыс болғанда менің балаларымның тамына қоймаңдар. Өз балаларым жақтан ұят болады деп тұр ғой. Жеке сыныптар екен. Енді қыста қайтыс болғанда Бақтыбайды өзімді кіргізген екен. Мына зиратта мына тас зират дәл осы алты бұрыш осы зират қайталады тұр. Оны білуші жоқ, бірақ өзіміз ойлаймыз енді. Бұл да осылардың бөтен емес бар ғой. Бөтен емес. Мына жаңқа деген
жаңқа дейік, жаңқаны біз негізі осы жерде нақты білмедік қой, негізі жобалап осы жерге қойдық қой. Осы жаңқаның ұрпағы Дәурен деген жігіт азаматпен келіп осы былтыр неде қыркүйек айында ораттық осы тасты. Ораттық. Сол Дәурен кеткен аян деген нәрсе бар ғой. Дәурен айтады жаңағы. Ернар бір ғажап болды дейді. Қалаға барып ұрлап кеткен дейді. Ай түс көр дейді ғой. Түсінде үш адам мына жаққа кіріп, төртінші адам ана жаққа кетіп бара жатыр дейді. Алланың құдіреті. енді білетін жоқ қой, аян беріп жатыр ғой. содан мына жерде бір ата жатқан жоқ деп, мына зирата жатыр ғой, соны нетіп жатыр, түсінбей беріп жатыр дейді да. енді Дәурен деген азамат осы бүкіл бастап келген, бәрі соқырған, енді қайтадан келеді ғой. сол мынаның басына әкеп, алла бұйырса тамыз айында келіп бір тасырып бастайды ол кісі. сондай бақтыбайда көптеген бұл кісі батырлығы да бар, жан жақтылығы бар, жаңағы сол кездегі болды да оның ішінде ақпарат нәсілінен шығып. Сол кісі мен серіктес болып бұл кездерде енді қарызсыз бару керек деймін, ана қалмеді ашпады. Содан шалқыма деген бәйбішесіне 20 тиын ала салады. Баяғы Бақтыбай не өзі жаңағы не адам жетіспеушілік болып қалса. Содан бұл керуеннің басына барды, ол кезде аса таяқ. Осы барлап, ол кезде де қару жарақтан бәрі қорқып қалған, нетіп қалған. Ол кісінікі жаңағыдай өзі қараған адамға не тартып тұрады. Қорқыныш үрей. Аса таяқ. Сол қолын алғанда керуенге кіргізбей қойыпты. Бұл осылай халық емшісі айтады, ол кездерде нетпеген жоқ, баққа мініп кетеді бірге. Бірақ керуен кетіп бара жатады да, біраз жүргеннен кейін тұп-тұнық күн дейді, алла тағала тарапынан жаңағы толқып, астан кестен шығып, бұқа тұрған шығады ғой. Содан киіммен шайқайды, бәрі үрейлі, бірақ хаққа кетті. Сонда жаңағы бәкең айтыпты, ана бағанағы адам осал емес, теке тастап кеттіңдер деп. Ана кісі жүре беріңдер деп сабыр қылып, жайнамаз төсеп намаз оқып қала берген құмда. Содан ана қараса дейді, үстінде қолында таяғы бар, жүгіріп бара жатыр дейді, құмда жүгіріп бара жатыр. Үстінде жүгіріп бара жатыр. Содан ана кісі кемені қолын салғанда, жаңағы дауыл бәрі басылып, көл тып-типыл болып, кемеге мінеді, кетеді, қағылып құрады. Енді керуеннің басын бұрап, қайтайын десе жоқ, 2 күн болады, 3 күн болады, ана кісі кетіп қала алмайды. Сөйткен кезде мына кісіге келіп айтады, жалғыз 20 тиын бәйбішем шалқымаға апарып бересің. Ана Әлмұхаммед балам Исабекке таяғын апарып бер, мені мына жақтан жібермей жатыр дейді, қарап болып қалса, жаңағы таяқ дағадалып қалған, воронка зап деген көкте ұшып кеткен. Көтеріп алыпты. Сол таяқты алып келді мына кісі, ол таяқ бертінге дейін жұмыс істеді. Аталары, балалар жұмыс істеді. Кейін сөйлемейді, қоңырауы жоқ, қалған енді оны. Сол кейінгі Айтмағамбет молла ата 40 жылдықта мынау бір фермада бала қызылшамен ол кезде ауырған көп, бала біреу өлім аузында жатқан кезде аян береді. Содан қоңырау шырылдаған, көгендеп қойған таңға жақын аты жоқ. Көгендеулі тұрған аты жоқ, сәрлөнде тұрады ол кезде. Қараса, көксікке келіп жүретін таң намазынан кейін бір ерке тотай деген тайына көксік береді екен. Соған сүтке келген тайын жайдақ мініп, сол таяқтың күшімен мына 40 жылдыққа келген қараңыз. Ештемен шаршаймыз. Сол керіп ана балаға дем салып, солай алып қалған. Сонда қасиеттер сол кезде серіктестік. Бақтыбай жаңағы қажылыққа барған кезде қажыларды да кеткен жаңағы. Қажылыққа барғанда қажыларды жаңағы бәдәуиндер жаңағы сол кезде шабуыл жасаған. қажылар енді өзі ауқаттандар барады ғой. Қаражат тауып кеткен. Бақтыбай кәдімгі бәдәуилер сабап бүкіл қажыларды құтқарып отырған ғой. Соны алып әбден өшіп келіп тұр ғой. Бақтыбайға өшігіп дейді жаңағы. Қатты өшігіп Бақтыбайға. Содан Бақтыбай ұйықтап жатқан кезде Бақтыбай аяғын сүйреп кеткен ғой түнде. Бірнеше адам алып кеткен ғой, бой бермей қалған ғой. Сонда қажылар бәрі таяғымен, маяғымен жаңағы шабалап жүріп Бақтыбай тарашап дейді. Сонда Бақтыбай жылап жатыр дейді, айғайлап дейді. Тек қайдан ояныңдар, тек ояныңдар, неге ояныңдар жаңағы. Мен Тұзғара Сарыарқаны барып қайтадан шуатат болмай өтеді де. Ана сөйтіп айтады қайтадан дейді. Сол елге келген ол кісі. Ол кезде енді Құранның дәлеліне тоқтаған ғой, Омар алейхиссалам да пайғамбар қолға бірде осы Омар жаңағы ашуланып шығады деген. Бәкеңдер де сондай бір не адамдар ғой. Дұрыс енді. Мына жерде мына тұрған тауымыз міне Бұланбай тауы ана биігі. Мынау найзасынған дейді. Найзасынған. Мына жерде найзасынған, сауыт қалған Бұланбай деген үштау қатылықтар. Үшеуі Бұланбай деген ойын жұрттегі ерсі жақтың батыр екен. Батыр болған енді ол кезде жоңғарлардың жоқ заманы кәдімгідей. Жаугершілік замандар ғой, бір-бірін жаңағы малын маратталатын замандар, қарақшылық заман. Бір елден бірі мал алып кетеді, бірақ малда әкелетін ол жай қарапайым адам іште батырлар болды ол кезде. Торайғыр биді кезінде сол нетіп жаңағы жер аударып кетті сол үшін жаңағы. Иә. Торайғыр биді. Міне сол осы Бұланбай мен Боранбай анау азат деген кісі ғой. Боранбай деген батыр. Сол Боранбай мен жаңағы Боранбайды өлтірген. Сосын Байғожа да Боранбай өлтірген.
өлтірген. Оқты батырдан болған. Байғоно деген қара кесектің қара Кім жерде мына қазір мысалы ел жоқ қой ол кезде әрбір 2 шақырымда ел ғой. Ел кәдімгі біз ана анталап ар жақ Қасқыр өзек деген бар мындай Қасқыр өзек. Енді Қасқыр өзек деп қойған қазіргі Қасқыр өзек дейміз сол. Деге Қасқыр жүретін жол жоқ қой ол кезде даже. Бәрі ел Қасқыр өзекпен қатып жүрді ғой сол кезде. Сондықтан Қасқыр өзек қазір қарасаң Қасқыр не то что өзек ол тауықтың басында жүрсе ешкім көрмейді бар ғой. Ол кезде өзекпен жүрмесе Қасқыр жатақта қойып қойған. Ақшатадан Боранбай қоян. Сол 2 шақырым жерде ауылдар болған ол кезде. Бәр жерде үйлер Қасқыр жүретін жолында да. Сол сияқты көрдім мен мынау шайқастар ертіп тамашалаған кәдімгі. Кейін Байғожа кезде жаңағы естір ғой. Ана жаққа мына скет жаңағы. Я батыр көрсеттіңдер деп жаңағы. Сонда жаңағы негізі Боранбай соққан дейді, сол соққаннан кейін бала шығады жас. Сол бала меу деп кезде анасы мойнына алған жоқ, мұндай баланың қолынан мен менің балам емес деп. Шын батыр өлтірген шығады деп Боранбай шығады. Сол Боранбай алып кеткен қара кесек жаққа дейді ма? Ана жаққа алып кетіп жаңағы жазасын өзім беремін деген. Ел сол шешім сөзге тоқтайды. Жерген Боранбай. Сол Боранбайды алып кеткен ана жаққа. Боранбай барып жаңағы ана жаққа барғаннан кейін жаңағы далаға жақсы болған деп тұр ғой. Соны кәдімгі қақаған қыстар жатыр денесі бош болды айтпаса Боранбай. Сосын жаңағы анасы шақырған екен дейді. Шақырса құлағына дейін мұз болған дейді. Сол мұзын дейді қамшымен соғып отыр дейді. Соны көрген анасы жаңағы батасын беріп кештім. Менің балам анамның ұлы емес шын батырдан өлген деп жаңағы Боранбайды қайта жегіп қойды. Сол Боранбай ана азап қыстауының ақша мына сол жерде еді жегіріп. Қай жерде Боранбай қай жерде жатқан Сол жерде жегірді. Сол жерде. Сол зиратқа жатыр. Заводтен еш şey var. Бұланбаймен. Мыналар. Барымта? Малар да бағыңыз бар. Енді кінә бұларда дейді Боранбайда. Бірақ Боранбайдың өлгені жан болған жоқ, аты қалды. Дөпке тауда алды ғой. Біршімайдың аты бұл жерде негізі Біршімай негізі Белағаш деген атау бар міне. Біз ағаш көрдік Белағаш дейді. Біздің 7-ші атамыз мынау ана отырған Шоңғал Бәлтештен Шоңғал ғой не? Бәлтештен сол жерде Кәрқыстау деген жер бар. Кәрқыстау. Сол Кәрқыстауда менің 7-ші атам Жинал атамның жері дейді. Қолыстан бір қарастар ана жақта келді ғой ертең. Сырдан. Сол Жинал одан кейін жаңағы Алда тұр деген атамыз Ақбес деген бір бай болған жақта. Ақбес орнында болған. Кейін Жомарт бабамыздың 3-ші атам, 5-ші атамыз орталық жеріне қоныстанған еді. Сол кезде бұл жердің бәрі белағаш аталған негізі. Әр белдердің аты ағаш дейді ғой біз белағаш деп қалған. Қазір орман шаруашылық картасында аты белағаш деп тұр ғой. Кейін ашаршылық кезде жаңағы бүкіл ел жан-жаққа ауды ғой. Қараған жаққа ауды, омбыға кетті қазақтар бар. Біздің ауылды дүре көшті жан жаққа кетіп қоныстанып. Сонда 19-шы ауыл жақта Қызылтауда 19-да кім Айбектің әжесі Мақпыз әже, менің әжемнің туған сіңлісі бар ғой. Сол Мақпыз әже бар, менің әжем Мәнзур әже бар. Бала жас кездерінде осы жерге бәкелермен келіп қоныстанған ғой, ортауылдың басында. Ортауыл, мынау Біршімайдың жеріне келіп орналасқан екен бар ғой. Үйлер бос жатыр, дүниесімен жатыр да. Олар кірген адам өліп қалған адамдар бар дейді. Адамдардың тазалаған үшін дейді да. Дезинфекция жасаған ғой үйлерге. Сөйтіп қоныстанған, 1 жыл тұрады, 2 жыл тұрады, енді 3 жыл тұрған адам уже өзінің меншік сияқты болады ғой. Мысалы ғой. Сөйтіп 3-4 жыл тұрған кезде біздің ағайындар келеді ғой уже. Мен кик аталарым жаңағы Қарынтайдың әкесі өкпе аталарымыз бәрі қайтып келеді ғой. Өкпе ағайын ба сонда? Ha. Киікпен өкпе ағайын ба? Киікімен мен атам Киікімен Қарынтай екеуі ағаның балалары. Сол өкпе емес, мен Өмірбайдың баласы. Біз Өмірбай ағаны. Дүйсенбайдың Өмірбай, өкпеден Қарынтай, мен Өмірбайдың Киікі болып ағайын боламыз. Содан жаңағы келсе жаңағы орналасады дейді, қозған аталардың балалары дейді да. Содан жаңағы босат десе босатпайды, 3 жыл тұрып болған. Берілер келмейді жерді. Сосын енді біраз кішкене рейстер болған. Өйткен сосын кесіп әйтеуір олар басқа жаққа қоныстанды аудандар екен. Сонда ар жаққа асып барса, қазіргі Белағаш ауылы бар ғой, Едіге ауылы дейді сол кезде. Барса олар үй бос жатыр дейді да. Бірен сарық адам тұрады, үй бос дейді. Жалпы ол жерде байболаттар тұрған, қарыз байболаттар. Қарыз байболаттардың бәрі негізі егер қайтып келмеген олар ғой. Сол жақта қалған бәрі. Мына біздің Біршімайдың артында қаулы бәрі атаулар байболаттар тұрған. Анау Байма деген Сансызбай деген сол Бейсенбай деген жерлер ажырды. Ақшұйған, нелер қосталып бәрі менің аталып, Молдабай деген бәрі бай болып жерлер. Солардың бәрі тұққан бәрі ауыл болып кеткен, омбыда жан-жақ көмек үйіп тұрып қалған ғой. Сонда мына бізден барғандар, ана жаққа барғандар көп болған ғой қосқандар. Сол кішкентай қазақ халықтар балалардың Белағаштар атап кеткен ғой. Белағаштар кеткенде, олар біздің ауылды Белағашты алып кеткен шығар. Едіге. Едіге ауыл жойылғанда Белағаш болған. Біздің ауылдың халқы енді қайтадан жиналып
сол кезде колхозда шығып болғанда құрама колхоз өткен жол. Сөйтіп біз тарихатымызда ана белашев ертіп тұрмыз да. Белағаш біздің атамыз. Кезінде Баянауылда Тарлауға баратын жол. Через Белағаш асап деген тау бар. Кварталға барсам, поворот келмейді да. Кісімен асап. Анау ағылшын жол ғой, линия жаңағы кезінде телеграф болған жол. Осыдан павлодардан Қарқаралыға жол болған жаңағы. Сартау біткен дейді. Сартау Белағаш. Енді Белағаш деген қараймыз жоқ қазір сол. Белағаш құлай жатып қалай бір көшеде бір айтайын. енді жаңа түсініп отырмын. Қарымтай атам неге мұқтаждан болып кетті? Себебі Қарымтай өкпе атамыз ашық жүрмек. Мына жерде кім өтпей кетші бәрі. Жоқ туралы сияқты. Бүкіл жақсылар өтеді. Бүкіл ағалар бәрі өкпені тамашкен ғой. Сол өкпені тамашқан алып бәрі құлағында атамысындай екен ғой. Қарымтай атамыз. Сонда Қарымтай атам тоғыз торамда автобан ғой сол кезде. Сонда жолда тұрған Газаптан қиып алған. Қазір күнде сол қызмет жол қысады. Жолдың да жолдың неге ол басқа жақтан да көп адамдар келмесе де ол әсер етеді сол фактыға бір жол бойы Анық факт. Жақсы рахмет. Енді мына жаңа май заводтың өмірбаянына қысқа